Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен желілендірген крипто. Бүгін осы аптада ашқан сделкаларға разбор жасайтын боламыз. Так, мен осы аптада 7 трейд ашыппын, 57% финрейт, жалпы риск ревордтарды көріп отырсыздар, қандай ашылды, қандай рискпен ашылды, и так далее. Барлығын қазір қарастырамыз. Так, менде трейдтар 12 қараша күнінен басталды. Ол бізде фунт бойынша трейдтан басталды. Да, давайте қарастырып көрейік. Так, 1% минус стоп-лосс алдық, және де осындай трейд болды. Так, бізде бұл трейд былай қарастырылған, баға бізде бір күндік фракталды шешеді 15 минутта, и дальше төмен қарай құлайды. Да, давайте қазір қарайық. Баға келеді, фракталды шешеді, бұл фрактал бізде бір күндік таймфреймда фрактал болғанда 4 сағатта шешіп тұр. Енді бұнда қандай ситуация алынды. Так, баға келеді, минимумды шешкеннен кейін менде вход 15 минуттық таймфреймда алынады. То есть баға келеді, сразу ликвидный шешіп слом береді. Және бұл бізде бірінші реверсал болғандықтан мен былай лонг қарастырған болатын. Осылай да, былай азиян хайға дейін, бірақ енді бұл бірінші реверсалды көбінесе алмайтын, бірақ бұл ситуацияда білмеймін неге қалып кеткенді, бірақ бұл трейд менде алынды. Дальше көреміз, баға келеді, біраз реакция береді, и дальше стоппен кетеді. Логика просто баға ликвидный шешілгеннен кейін 15 минуттағы синхронизациямен болды. Негізі келесі жолы жасамау керек ситуациялардың бірі болады. Так, бірінші трейд менде осылай жабылды, стоп-лосс. Так, екінші трейдті көрейік. Екінші трейд менде 13 күн ашылды. Бұл бізде фунт бойынша take profit. Так, бұл бізде мынандай трейд болды. Қазір қарастырып жіберейік. Дневной таймфреймда бізде мұнарада баға ликвидный шешкен. 4 сағатта қарайық, 4 сағатта бізде, тоже как ликвидность ретінде тұр, және біраз реверсал берген. Так, бұл енді дневка қалай жабылды, солай бойынша болды. Енді көрейік, баға осы минимумды шешкеннен кейін біз не көріп тұрмыз. Бізде бір снятие бар, дальше закрепление береді, лонгқа қарай. И содан кейін бізде мына фитиль өте әдемі жабылған, свечка. Ликвидность шешкеннен кейін мен бірден осылай позицияға кіремін деп шештім. Енді бұл тоже реверсал трейд. Тейк менде только структураның жаңаруына алынды. 1.74 примерно осылай әр қарастырылған болады. Баға келді, лимитканы алды и тейкпен жабылдық. Дальше мен ештеңке істеген жоқпын. Тейкпен жабылдым, дальше демалдым. Енді бұл жерде позиция менде бір лимиткамен алдым, и біреуін мен маркетпен баға Лондонда ликвидность шешкен кезде жоғары қарай, кажется, кіші таймфреймда алынды. Да, примерно осы аралықта алынған болатын бағаның реакциясы бойынша. Так, келесі ситуацияны қарайық. Келесі ситуацияда бізде евро бойынша ашылған. Бұл жерде тоже тейк, 2-де 3R, және де мынандай ситуация алынды. Бұл бізде евро бойынша болған трейд екен. Давайте қарайық. Так, бізде баға мына бір күндік фракталды шешкенін көріп тұрмыз, және баға қайттан ашылған кезде бізде бір күндік таймфреймда баға ликвидный шеш жоғары қарай өседі. И менің входым примерно осы жерде болды. Енді қарастырайық. Азиян хай, Нью-Йорктағы екі бірдей equal хайды шешкеннен кейін төмен қарай мына минимумға қарай барады. Және мен кіші таймфреймда просто осы жерде previous low шешкеннен кейін синхронизациядан позицияға кірдім. Примерно так 46 кезінде позиция орындалды менде. Тейк, азиатский максимум, дальше одан кейін тартқым келген жоқ. Егер көретін болсақ, бізде баға келді, выход жасады, и дальше спокойно позицияда мен отыра берді. Осындай тағда бір трейд болды. Превьюзде лоу шешті, синхронизация берді, дальше тейк мына жақтағы компрессияға қарай қарастырды. Бірақ енді менің ең бірінші шығатын точкам ол көбінесе азиян хай болады. Дальше одан закрепление беріп жатса, мен дальше тартуыма болушы еді, но азиян хайдан шығамын деп шештім. Так, жалпы осындай трейд болды. Так, енді келесі трейдті қарайық. Ол бізде тоже евро бойынша тейкпен жабылдық. 5 минуттық таймфрейм. Ол бізде қашан болды? 14 күні болды. Так, 14 новембрда. Осы трейдті қарастырайық.
Так, егер дневкадан қарайтын болсақ, бізде дневной таймфрейм осылай, астыда мына жерде минимумдар бар, баға мына жердегі ликвидін шешкенге ешқандай реакция бермейді. Поэтому дальше төмен қарай түсіп қарайық не істеген. Так, бір сағаттық таймфреймде не болады? Так, не болды? Мен қай жерде кірдім, қазір түсіндірем. Так, бағаға төмен қарай түседі, закреплениемен жабылғаннан кейін Азия бізде не істейді? Азия бізде ликвидін шешіп свиппен ашылады. Я вот манипуляцияны және 30 минуттық таймфреймда, даже 30 минут емес, бұл жерде 1 сағаттық таймфрейм ескерілген болатын. Осы 1 сағаттық таймфреймдағы имбалансты толтырудан мен позицияға кірген болатын. Бізде мына жерде минимум ретінде дневной таймфреймда вот минимум бар, осы минимумға целиться еткен болатын. Да. И вход қалай орын алды. Так, көрейік. Бізде баға келді, Франкфуртта ешқандай әрекет жасалмады. Лондонда келеді, ашылғаннан бірден имбаланс толтырады. Дальше не істейді? Дальше мен сломды примерно мына жерден күттім, осы жерден берген. Так, закрепиться етеді. Закрепиться еткеннен кейін мен мына жерде 18 бағасында бұлай позицияға кірем, тейк осылай қоям. Бірдейлі көр. Так, дальше көрейік, мен позицияға алады. И дальше мен тейкпен жабылдым. Осындай өте керемет трейд болды. Бұл жерден лонговать ету қауіпті болған, потому что бізде ликвидностьтің барлығы шешіліп келе жатыр да. Так, түсінікті деп ойлаймын. Келесі трейдті қарайық. Ол бізде евро-доллар. Так, 1.7R 1%-мен кірдім. Молодец, ризам. Так, келесі трейд ол бізде в обратную сторону болыпты. 14 күні, да. То есть, мындай трейд. И не үшін болды, тоже түсіндіріп берем. Вот. 53-43-те позицияға кіріп. Так, көрейік. Так, бізде фракталды шешкеннен кейін бұғаның реакциясын қарайық. Реакциясын көрсек, бізде бұға келеді, фракталды шешеді. Дальше қайтадан ресвип жасайды да. Вот, слом береді да. Сломнан кейін мен не істеймін? Мен енді бірінші реверсалдан бағана күйіп бір рет фунт бойынша стоп алып қалған болатынмын, өздеріңіз білесіздер. И содан кейін мен не істеймін? Мен екінші реверсалды кетем да. То есть екінші конфирм, екінші подтверждение. Баға келеді, мына жерде 15 минут қарайықшы. 15 минутта бізде дисбаланс, то есть 15 минутта дисбалансты толтырады. Толтырғаннан кейін мен в обратную сторону уже мына компрессия бар, плюс мына жақта компрессиялар бар деген секілді. Осы компрессияларға қарай целиться ете бастаймын. Так, дальше көрейік, мен қай жерде кірдім. Вот 43-50-де примерно вот аралықта кіріппін, стопты мынаның артына қойдым. Және тейк менде 1.7R болды, значит ол менде примерно вот Азиян хайға қойылған болады. Так, енді көрейік, баға не істейді. Баға келеді, вот мен маркетпен кіргем, маркет бойынша позициямда отырдым. И дальше спокойно тейкпен жабады, мен ештеңе істемеймін, әдемі. Қанша уақыт кетті? Примерно бұған 35 минут кетті. 35 минуттың ішінде тейкпен жабылдым. 14 күні трейд болды. Бұл трейд стоппен жабылды, және көрейік. Так, көрейік, бізде баға превизилоу шешкеннен кейін бізде компрессия болады. Осы компрессияға мен целиться еткен болады. 5 минутта көрейік, қандай ситуация болады. Так, менде имбаланс толтырылғанын көрдім. Франкфуртты қарайық, Франкфурт бізде бұлай ашылады. Мына жердегі так, имбалансты толтырамыз. Толтырған соң бізде сразу слом береді. Және осы сломнан кейін мен бірден позицияға керем деп шештім. Тейк менде Азиян хайды дальше тартқым келген жоқ. Потому что мен олай тартпа. Баға келді, вроде нормальный движение береді, но стоп лоспен жабылады. Енді бұл былай ешқандай сәл лупский трейд болды. Сүде бізде противоположный жақта ликвидностьтің барлығы шешілген и қателік өзінен болды да. Так, қарап жүрейік. First reversal қателік и counter trend. То есть counter trend позиция қарастырып жібердім. Содан стоп лоспен кетті. Так, 15 күні менде трейд қалай болды? Тоже стоппен жабылған. Мынандай трейд ликвидность шештік. Мен дальше лонгқа кірем деймін да. 15 күні.
өзімнің сәл шыдамсыздығымнан ашылған трейд. Жалпы негізі трейдті мына азиан лоудан кейін қарастырған әдемі болушы еді. Мен мына жерде оған ликвидность шешіп закрепление берген жерден кіріп кеттім шыдамай, және мен стоп лосс алып алдым. Бірақ менің анықтаған бағытым дұрыс, азиан хайға дейін деп қойғам негізі, және азиан хайға дейін барды да. Негізі по идее менде вообще мына equal хайстарға дейін болған шыны керек та, өседі ау деп. Бірақ азиан хайдан бізде баға бұрылып кетті. Атак негізі қалай кіруге болушы еді? Баға мына жерде слам бергеннен кейін мына лоуға қойып бір идея ретінде бірге бірер, тоже қатты көп емес та қарастыруға болатын еді. Жалпы осылай. Енді осындай трейдтар аштым. Бака бұл менде форекс бойынша ашылған трейдтар, ал қалған трейдтар менде индекс бойынша. Ол индекс бойынша трейдтарды мен сіздерге содан кейін көрсетемін. Жалпы осындай трейдтар ашылды. Енді апта 57% болса да мен мысалы 3 минус алдым, бірақ 1.64, 1.54, так давайте көтермен қосайық. 1.74, 1.64, 2.3, 1.54 да. 4 қосы 1.54, қосы 1.64, қосы 2.3, 7 азайту 3, мен, короче, плюс 4%-тен да. Поэтому апта плюспен жабылды, хоть и 57% финрейт болғанның өзінде де. Жалпы осылай жабылдық. Сіздерде апталарыңыз қалай өтті? Сұрақ болса, конечно, комментарийға қойыңыздар. Келесі апта разборда кездескенше.